Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Мемлекеттік тілді деңгейлік оқыту курсының 2-ші сабағын бастаймыз. Қолымызға жұмыс дәптерлеріміз бен қаламымызды алып, қызықты тапсырмаларды орындауға кірісейік. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өткен сабақтың жалғасы, отбасы мәселелері. Грамматикалық тақырыбымыз қимыл есімі. Бүгінгі сабақта сіздер отбасының қаржылық мәселелері және отбасы бюджетін сауатты жоспарлау жайындағы білімдеріңізді кеңейтіп, лексикалық минимумдарды меңгеру арқылы қазақ тілінде жүйелі сөйлеуге үйренесіздер. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі ретінде адамның қанша ақша алатыны емес, келесі жалақыға дейін қанша ақша қалатыны маңызды деген сөзді назарларыңызға ұсынамын. Бірінші тапсырма суретпен жұмыс. Яғни болжаңыз суреттер не дейді? Суреттерге мұқият қарап, ондағы қандай мәселе көрсетіліп тұрғандығын болжап айтады екенбіз. Келесі тапсырма сұрақтарға жауап жазыңыз. Отбасына кірістер қайдан келеді және отбасы шығындары қайда кетеді? 2 бағанға тездетіп, отбасына кіретін кірістер мен отбасы шығындарын жазып толтырып шығамыз. Екі бағанды толтыру барысында байқағанымыз, отбасына кіретін кірістерге қарағанда шығындардың көп екендігін көруге болады екен. Келесі тапсырмамыз бейне мәтінді мұқият тыңдаңыз, яғни тыңдалым тапсырмасы. Бұл жерде сіздер жәрдемақы туралы бейне материалды көріп және тыңдау арқылы тапсырмаларды орындаймыз. Келесі тапсырмамыз пікір алмасу. Ауызша орындалатын бұл тапсырмаға арнайы тақырып ретінде жәрдемақы мен атаулы әлеуметтік көмек отбасындағы қаржы мәселесін шешуге көмектесе ала ма деген сұрақты қойып отырмыз. Осы сұрақ және төмендегі көрсетілген мәселелер төңірегінде өз ойларымызды ортаға салып пікір алмасайық. Келесі тапсырмамыз оқылым. Мәтінді оқыңыз. Отбасы бюджетін сауатты жоспарлай білесіз бе? Оқиық. Отбасылық бюджетті сауатты жоспарлай білу үлкен өнер. Осыны меңгерсеңіз, ақшаңызды үнемдейсіз және артық қор да жинай аласыз. Ендеше қаражатты болудың құпиясы неде? Адамның қанша ақша алатыны емес, келесі жалақыға дейін қанша ақша қалатыны маңызды. Тапқан табысты есеппен жұмсауды сараңдық деп ойлау қателік. Еңбекпен тапқан қаражатты қалай болса солай жұмсауға болмайды. Демек, ақшаны шаша бермей, оны дұрыс ұстауға үйреніңіз. Мысалы, шет мемлекеттерде отбасылық бюджетті жоспарлауды, ақшаны үнемдеуді арнайы оқытып, балаларды жастайынан тәрбиелейді. Ақшаны үнемдей алмаудың басты себебі ақшамызды ойланбай жұмсау және өзімізге пайдасы аз нәрселерді алуда. Көптеген адамдар жалақы алғанда бірден дүкен аралауға құмар. Психологтар осы әдеттен бас тартуға шақырады. Жалақыңызды алысымен ешқайда бармай, тура үйіңізге тартыңыз. Осы кеңестерді пайдалансаңыз, ақшаңыздың үнемділігін көріп таң қалатын боласыз. Сонымен отбасы бюджетін жоспарлағанда бірінші шығындарыңызды есептеңіз. Одан кейін күнделікті кететін шығындарды үнемі жазып жүріңіз. Дүкендерде азық-түлік алған сайын түбіртектерін жинаңыз. Болашақта жұмсайтын қаражатыңызды нақты жоспарлаңыз. Жалақыңызды немесе тапқан табысыңыздың белгілі бір пайызын жинап отырыңыз. Ең бастысы, ақшаны тек жақсылыққа, қайырымдылыққа, қуанышты күндерге жинаңыз. 6-шы тапсырма. Оқыған мәтіннен қарсы мәндес сөздерді тауып жазыңыз. 7-ші тапсырма. Мәтін мазмұнына сәйкес келетін бір ойды тауып жазыңыз. Келесі тапсырма тыңдалым. Бұл жолы сіздер аудио мәтінді
тыңдап отырасыздар және тыңдау арқылы мәтінге сәйкес ақпаратты белгілейсіз. Яғни төменде берілген кестеге толтырамыз. Келесі тапсырмада тыңдаңыз, дұрыс нұсқасын жазыңыз. Яғни аудио мәтінді тыңдау арқылы дұрыс нұсқаны жазамыз. Грамматикалық бөлім. Ережемен танысайық. Қимыл есімі, яғни тұйық етістік. Әдетте тұйық етістік деп аталатын қимыл есімі іс-әрекеттің өзі емес, сол әрекеттің атауы ретінде қолданылатын етістіктің ерекше түрі. Жақтық, шақтық мағынада қолданылмайды. Ол у жұрнағы арқылы жасалады. Әрекеттің атауы ретінде қолданылады және есімдерше түрленеді. Мысалы, ақша үнемдеу үлкен өнер. Үйге қайтуға рұқсат берілді. Және тағы да басқа көптеген мысалдарды төменде өздеріңіз оқып аласыздар. Ереже түсінікті болса, 10-шы тапсырманы орындайық. Сөздерді орын тәртібіне сәйкес орналастырып, сөйлем құраңыз. 11-ші тапсырма. Сөздік қордағы сөздерді пайдаланып, мәтінді толықтырыңыз. Жоғарыда сөздік қор берілген. Келесі тапсырмамыз тағы да оқылым. Мұхтар Шахановтың 7-ші түйсік атты өлеңін мәнерлеп оқуға тапсырма берілген. Өлеңді мәнерлеп оқиық. Үйленіп отау көтердің, мінеки сен де балақаз, тірліктен бірақ жарқыным, үйленбей кеткен адам аз. Сен түгіл қасқырмен, маймылмен маймыл жұптасқан, өз теңін тапқан соң ғана адымын олар нық басқан. Ойың мен ісің жаңғырық, түйдоған түйсік жетпейді, әйел ап бала тудыру ақылды қажет етпейді. Күнделік құмар сезімді өрілген үшін отпенен, шатастырып алдық Құдай-ау біртуар махаббатпенен. Алдану сірә түк емес, бұлтақсыз бұлтсыз шақта да, үйлену деген қарағым алғашқы баспалдақ қана. Атанаң, үрім бұтағың, бәрі де сені тұр қолдап, бастысы сұлу жұбайың, өзіңе ертең кім болмақ? Махаббат қайсар заңғар шын, кез келген өрлей алмаған, 10 мыңнан бәлкім 2 адам үмітін зорға жалғаған. Содан ғой сансыз кеудені жалғыздық дерті торлаған. Қаншама заңғар тұлғалар қанатсыз жардан сорлаған. Тұрмыстың түрлі сынынан сүрінбей өтті десе де, жұбайың досың бола ма? Міне бұл басты мәселе. Не бермек тәннің одағы, жаныңа жаны қосылмау, бұл нағыз бедеу қасірет. Қосылмау деген ашылмау. Гүл болып ашылмағанның тілегін кім бар жақтаған, рухы қосылмағанның сезімі шаттық таппаған. Рухы қосылмағандар жалынсыз, сәнсіз, жақұтсыз. Сондықтан мына жалғанда екеудің бірі бақытсыз. Сондықтан махаббаттың да сырт санын құрайтындар көп. Жай көзге күліп жүргенмен жасырын жылайтындар көп. Тағдырдан қашу мүмкін бе? Жүрсең де қандай жолменен? Бір мәнді сұрақ алдыңда тұрады ылғи көлденең. Жұбайың досың болды ма? Самғатқан сенің шырайын, нақ сондай ұлы бақытты берді ме саған Құдайым? Ойнай ма оның көзінде сезім мен рух жарқылы? Ұға ма ол шаттық мұңыңды 7-ші түйсік арқылы? Деп бүгінгі сабағымызды аяқтай келе қорытындылай, үйге тапсырма ретінде 3 күндігін ойламаған әйелден, 3 жылдығын ойламаған еркектен без деген тақырыпта шағын эссе жазып келуді тапсырамын. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі сабағымызда отбасы мәселелер жайында біраз мағлұмат алдық. Әрқайсымыздың отбасымызда мәселелер оңай шешіліп, отбасы бақытына кенелулеріңізге сіздерге шын жүректен тілектеспін. Және де сабағымызды аяқтай келе қош сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше демекпін.